Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте оңай, тез уақытта жасалатын пирог пісіреміз. Біздің пирогымыз үлпілдек болып піседі. Видеоны соңына дейін қараңыз, сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен бос ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Содан соң үстіне 1 кесе қант салып араластырамыз. Мен тезірек араласуы үшін блендер қолдандым. Сіз қарапайым вилка қолдансаңыз да болады. Жұмыртқаны көпірту міндетті емес, тек жұмыртқа мен қанттың өзін араластырсаңыз болғаны. Ал енді жұмыртқаның үстіне 1 кесе толмаған ерітілген сарымай құямыз. Егер сарымай болмаса, дәл осы мөлшермен өсімдік майын құюға да болады. Ал содан соң 1 кесе айран құйып араластырамыз. Айранның орнына сүт құюға да болады. Енді шай ішетін кесемен 2 кесе ұнды өлшеп алып, сұйық массамызға саламыз. Ұнды бірден көп салмаңыз, себебі ұнның тығыздығы мен ылғалдығы әртүрлі болады. 1 шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Өз қалауыңыз бойынша ванилин салсаңыз да болады. Пирогтың қамыры сұйық болмауы керек. Осы видеода көрсетілгендей қамырыңыз қою болса, пирогтың арасы жақсы піседі. Енді кез келген қалыпты алып, өсімдік майымен майлап аламыз. градус қызып тұрған духовкада 30-45 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Піскен пирогты бірден кеспеңіз, әбден суыған соң кесуге болады. Рецепт ұнаған болса видеоға лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап көрсеңіздер немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.